Алғыс айту күні аталыпты 1 наурыз. Парыз екен бәріне алғыс айту. Өмір берген, жан берген, қуат берген. Аллахыма айтамын мен шексіз алғыс. Немере ыстық екен баласынан, аташым артықсың сен бар асылдан. Алғысты бір өзіңе жаудырамын, көзіңнің санадық артық қарасынан. Күндіз түні еркелеткен күнім деп, әрқашан мейірім төккен күнім деп, ақ жаулығы желбіреген апатай мың алғысын айтады күнің кеп. Рахмет сізге әке, бағыма жар алғаның үшін, анамдай адал жар алғаның үшін, бәріміз үшін еңбек етіп, біздер үшін жасаған қадамдарың үшін. Рахмет саған ана, маған бәрін әперген үшін, мінезімді көтерген үшін, 12 мүшем сау болып дүниеге әкелген үшін. Рахмет саған ана, ауыр бейнет көтерген үшін, ауырмайтын аман сау адам қылдырып өсіргенің үшін. Аға, сізді ойласам шаттанамын, тербеледі толқындай бақ талабым, жүрегімді өзіңде боянады, тастай қатып ұйықтап жатқан әнім. Сенің жаның әсемдіктің әлемі, менсіз мінез болар соның дәлелі, жанарыңда күлім дейді бақ сөйле, айтылатын әзіліңде әдемі. Әр уақытта қолдайтын, үзілсе жып жалғайтын, нағашыға мың алғыс, бар жақсысын арнайды. Нұсқауымен көрсеткен кәделі нақтым, анамыздан айнымай туылған анақ, иесін айналар әдемі өттің. Өшірмейтін жарығын мына әлемдегі, белгі сол жарығын әдеміліктің. Жалғасы болып өмірдің тұратын күліп деп жүреді, ардақтап көтеремін мен. Атамыздың аманаты, мұраты биік, қиындыққа кезіксе соққы болатын. Менің жаным сол үшін тынады күйіп.